Құрманың денсаулыққа пайдасы өте зор. Ол ас қорыту, жүрек-тамыр жүйесін және ми жұмысын жақсартады. Мамандардың пікірі бойынша құрманың құрамында көптеген дәрумендер, калий, темір, магний, кальций, мырыш, марганец және де табиғи антиоксиданттар бар. Олар қабынуға қарсы қасиетке ие және жұқпалы аурулармен күресуге көмектеседі. Құрма көптеген халықтарда қасиетті тағам болып саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы болып келеді. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Жүрек ауруы түрлерінің алдын алады, холестеринді, қандағы қантты реттейді. Сонымен қатар Альцгеймер ауруы бар адамдар үшін өте пайдалы. Құрамында С дәрумені көп болғандықтан салқын тиген кезде өте пайдалы. Салқын тиіп жөтел пайда болса, бір құрманың шырынын 3,5 ас қасық жылы сумен қосып тамақты шаю қажет. Сонымен қатар, құрма темірге бай болғандықтан қаназдыққа өте пайдалы. Бір адам күніне 15 дана құрма жесе, денедегі темір жетіспеушілігінің алдын алады. Талшықты жемістердің қатерлі ісікке шалдығу қаупін төмендететінін зерттеулер көрсеткен. Құрмаларда көп мөлшерде талшық болады. Мидың жұмыс істеу қабілетін арттырып, есте сақтау қабілетін жақсартады. Құрма антиоксиданттың қайнар көзі болғандықтан, олар қатерлі ісік, тамырдың бітелуі және қартаюдың алдын алады. Зерттеулер нәтижесінде құрманың антисептик дәрі екені, жараларды тез жазатын, сүтті арттыратын, нәрестені қоректендіретін, құрамындағы калий балалардың өсіп жетілуін қамтамасыз ететін, таптырмайтын азық екені анықталған. Құрамында иод көп болғандықтан қалқанша без ауруына шипа болып табылады. Құрма көздің көру қабілетін жақсартады, себебі құрамында А дәруменінің мөлшері өте көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз.